Onu bizde Akşehir'e, Balatay rayonunun çeltiri Akşehir oldu. Balkaşkır'dan olacaktan bize Akşehir rayonu olmaz. Son kamyonlar jiberetme oldu bizde. Kun soğuk болады biz. Kar, kalbalap, soğuk turады жел болсын. Шығыстан жел соғып тұрады. Сол конторға келіп, документтеріміз оформить жасап жатқан, командировочный алып, документ алып. Сөйтіп жүргенде хабар келген, оны кім айтқанын білмейміз енді. Ойбай балалар суға кетіп жатыр деп. Енді ондай жерде тұра аласың ба? Ойбай балалар суға кетіп жатыр деген соң. Ел жағасына барсақ, адамдар көп, қарлы жаңбыр жауып тұр, жерде қар бар, алдында бір жүре алмаған елдер, ары бері өте алмай қайық қой онда қонайып тұр. Атындағы Димаш ағаның атындағы көпір жоқ ол кезде. Шекемеш қайық ары жүреді, бері жүреді, ақшалап жүреді. Соның жаңағы оқушылар ол кезде жаңағы ата-аналар орыс мектебіне берген қазақтың балаларын орысша оқысын деп. Ал енді Бәрібайда мектеп жоқ, орыс мектебі, қазақ мектеп бар. Соны енді ар жақта Үш-Шарма деген елді мекен пункт бар, Үш-Шармада. Сол жерде школ интернат бар, орыс мектебі бар, содан оқып жатқан. Бұл демалыс күнінде өту керек, понедельник күні оқу керек. Солар тұр екен қайғысы күтіп. Ну, долго стояли, лодки не было, ждали с той стороны лодку, должна была подойти. Потом лодка подошла, сколько народу было, всех он посадил в лодку. Қарағайға жаңағы бір жарым аттың күші бар, Старела дейді. Сол келді, қайық жерді. Соны келгеннен кейін жаңағы жаурып тұрған балалар отырды. Сөйтіп көп, 15, жаңағы моторист 16. Енді ол кісі айтты, вас много деді, Базарнов деген жаңағы қайықшы. Өзі аздап шішкен екен. Вас много деді, оған біз бәріміз болмай отырып алдық. И никто не сказал, куда вы лезете. Там же сколько было людей, вот, взрослые были. Мы же ученики, нам в школу быстрее, и все. Вот. А никто не сказал, куда вы лезете. Вот. Утонете, и все. Мы же дети же, вот, и все. А там сколько людей было. Там и начальство было же, вот этот улан, все были же. Стояли там. Енді мен ең соңынан қайық итеріп отырдым да, ішіндегі үлкен мен болдым. Ұл балаларды да, қыз балалардың. Соны жаңағы қайықтың ішіне отырдым. Қыстық киім, жағасы барады. Қыстық пальто, шапка, ушанка бәрі киіп. И отъехали где-то примерно на середину. Это Или. Вот, и спереди вот такая вот дырочка была, и оттуда вода заходит в лодку. Сонда алдынан балалар шулай бастады. Мен арт жағында отырғам өзім. Алдынан ойбай астынан су кетті деп. Су кіріп жатыр деді ол үшін. Қайықтың якоры тұратын жердің су артқақтар аспанға. Алдында отқан балалардың үстіне су болды. Соның басымнан құлақшынып шешіп алдым да, ана бір құлағым бұрып тесігін бітеп қойдым, ана су артқат. Содан бітедім, көп болса бір 3 метр, 4 метр жүрдік. Жүзіп келетін қайық су астына батып кетті де, бүткіл балалар судың бетіне шықтық бәріміз. Я помню, что потихоньку вода стала в лодке подниматься. Вот, и потом через края пошла, и лодка ушла. Өзі салмақ көп, балалар батты деген. Қайық. Суды енді ол жерде суға түскеннен кейін енді жас балалар болсын, кім болсын, мұздай суға ойбай аттан, шу адаммен кішкене қорқ, балалар кем болды. Лодка перевернулась, все за нее хватались. И потом уже помню, что как вот ухожу в воду, руками вот так вот делаю, видать воздух эту, и опять ухожу. Был одет зимой, тепло, пальто было одето, шапка, сапоги керзовые были. Енді ал мен өзім жаңағы ылғи бірінші, екінші класс оқидым, жас балалардың арасында қалып қалдым. Сонда жаңағы қыстық пальтенің жағасын көріп, жағасынан ұстап, 3 бала, 4 бала жармасып қалды. Суға мені батырды да өздері. Бастарын аспанға көтеріп, бой бойлады. Менің салына судың астына батқан жаным қысылған кезде жаңағы жылқынам, иығыммен бәрі. Sonra жіберіп қояды, мен шыққан бетті қайтадан мен жағамын ұстап, сөйтіп әлі. Суды да білеміз, сөленің жағасында өстіп қойды. Сөйтіп мен есімнен айырылып қалдым. Қайық
қайық аударып жүрсек қайықтың үстіне шығып мен қалың пальто болған пальтомды шешкенімді білемін мен. Пальтомды шештім ауыр болып бара жатқаннан кейін. Сосын анасының қасына тұрдым да қайықтың шетіне ұстап тұр едім. Артынан бір екі ана шешенің қызы болған. Шешен. Сол екеуі шашымнан ұстап та жаңағы сол кезде қайықтан қолым шығып кетті. Содан су жұта бердім. Судың астын көкпеңбек екен, зеленый ма сондай. Көзім ашып енді судың астынан көріп тұрмын, жаңағы суды жұта бердім, аналар шашыммен жалын таласып, шашымды жібермей қойды екі қыз. жағада кәдімгідей қызмет істейтін адамдарды 20 шақты адам тұрған екен. Сколько людей было, там даже родственники стояли на берегу. Никто вот не бросился.